Өткен бейне жазбада адамның 4 нәзік денесі туралы айтқанбыз. Бастамас бұрын біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз және жаңа бейнелерді жіберіп алмас үшін қоңырауды басыңыз. Сонымен 5-ші қабат. Кармалық дене. Адамның кармалық денесі адам өткен өмірінде немесе одан бұрын 5 өмірде кім болғаны туралы айта алады. 6-шы қабат. Интуитивті корпус. Мықты көріпкелдер интуитивті дене арқылы жұмыс жасайды. 7-ші қабат. Абсолют дене. Жетекші алтыны абсолютпен байланыстырады. Абсолют дененің жұмыс істеуінің негізі ол осы жерде, дәл қазір, осы сәтте бола білу. Бізбен бірге дамыңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.